Оның ішіндегі ең елеулісі тарихи ескерткіштердің тізіміне енген рухани жаңғырудың бұл Ибрагим ата кесенесі. Ибрагим ата кім болған? Ибрагим ата үлкен ғұлама, дін иесі, көптеген шәкірттер тәрбиелеген ол кісіде. Сол шәкірттері осы өңірде ислам дінінің таралуына, осы жерде Ибрагим ата бірнеше Сайрам өңірінің өзінде мешіттердің ашылуына, медреселердің ашылуына, оларды бала оқытып тәрбиелеуде үлкен еңбек зор. Ибрагим бұл атақты Ахмет Яссауи бабамыздың әкесі. Әйелі Қарашашана, оны да ескерткіші сол Сайрамда. Ибрагим ата кесенесі. Бұл сәулет ескерткіші 17 ғасырда салынып, 20 ғасырда қайта жаңартылған. Кесене Қожа Ахмет Яссауидің әкесі жергілікті шайқы Ибрагим атаның моласының үстіне салынғаны белгілі. Еліміздегі ортағасырлық ең көне күмбезді кесенелердің бірі саналады.